Bir үйдің 4 қызы ажырасып келіп отыр деген сөзді естікесіздер ма? Не деген масқара? Қазір көп болып жатыр екен ондай. Не деген көргенсіздік, не деген сабырсыздық. Бұрында Союздың кезінде ше, бір қыз да ажырасып келмеген ғой. Үйіндегі келіндеріне жақпай қаламыз ба, өзімізді жақсы жағынан көрсетейік деп ұялған. Дұрыс жағынан көрсетейік, ұят болады деп. Үйге бәрібір сыйыспаймыз деп ойлаған. Қазір бар ғой, 2, 3, 4 болып ажырасып келе беретін болып кетті ғой жастар. Балдарын тірі жетім қылып. Жақсылап тәрбиелесеңіздерші қыздарыңызды. Бұрынғы ата-аналарымызға айтпаймын. Қазіргі ата-аналар бар ғой, қыз ұзатып жатқан. Соларға айтып жатырмын. Қыздары мақыр дейді ма, тағы басқа сұрайды ма, істеп бермесе, желеулетіп, ұрыс іздеп, таяқ жеп, ажырасып келеді екен үйіне. Өткенде бір қариясын айттым, сол жердің. Неге ана үйдің қыздары ажырасып келген деп. Сөйтсем қария айтады, ақсақал. Бұлардың дейді анасы оңбаған дейді. Анасының өзі дейді әкелерін сыйламайды дейді. Жерден алып жерге салады дейді. Ешак, мал деп көпшіліктің көзінше дейді. Сол анамызға ұқсаймыз деп таяқ жеп барлығы ажырасып келіп отыр дейді. Үйіндегі келіндерінен обал болды дейді. Ақсақал айтып отыр. Құрметті көпшілік, қазіргі жастарды дұрыстап тәрбиелеп ұзатыңыздар. Балдарды айтпай тұрайын қазір. Мынау қыздарымыз ше, десе мә деп бере бермесең бар ғой, тіке ұрысыз дейді да, бір-екі ударын жеп, соны желеулетіп, ажырасып келіп, сотқа беріп, алимент өндіріп, бала шағасын қинап, әкесінің абыройын төгіп, жаман атаққа қалып жүре беретін болып кетті негіз. Сіздерді қыздар, сіздерді дүниеге алып келген кезде ата-аналарыңыз, әкелеріңіз қуанған ғой. Қыз өсіріп жатырмын, бой жеткізем Құдай қаласа, жақсы жерге тұрмысқа берем деп. Қуаныштарын су сепкендей басылдырып тастайсыздар. Бір балалы боласыздар, балалы болмай жатып, үйге келіп отырасыздар.